Сәлем достар, пайдалы ақпарат арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып аты әлемге әйгілі Жапониядағы қорқынышты мекен Хасима аралы туралы болмақ. Ендеше бастайық. Хасима аралы Жапонияның ұсақ шекаралық аралдарының бірі. Нагасаки қаласынан оңтүстік батысына қарай шамамен 15 шақырымдай жерде орналасқан. Ресми атауы Гунканзима деп аталады. Яғни аралдағы ғимараттар теңізден көрініп тұрған бейнесіне байланысты крейсерлер деген атпен аталған. Аралдың ұзындығы солтүстіктен оңтүстікке қарай 480 метр, ені шығыстан батысқа қарай 160 метр. Аралдың жағалау сызығының ұзындығы шамамен 1,4 километр. 19 ғасыр басында адамдар аралға көмір кенінің ашылуына байланысты қоныстанғанға дейін ол Нагасаки балықшыларының уақытша баспанасы болған. 20 ғасырдың 30 жылдары арал елеулі индустриялық орталыққа ие болды. Шахталардан басқа әскери зауыттар пайда болды. Хасимадағы көмір кенінің шахталары теңіз деңгейінен 600 метрге дейін тереңдікте болды. Екінші дүниежүзілік соғыс уақытында тұтқынға түскен қытайлықтар мен кәрістер Mitsubishi компаниясының көмір шахталарында мәжбүрлі түрде азаппен жұмыс істеді. Олардың көпшілігі қатал еңбек жағдайларынан қайтыс болды. Сол уақытта аралда 30 ірі ғимарат, 25 дүкен, 2 мектеп, 2 бассейн, ауруханалар мен зираттар бар. 50 жыл бойы арал әлемдегі ең тығыз қоныстанған жердің бірі болды. Яғни 1 шаршы метрде 5259 адамнан келді. Сонымен қатар тұрғын үй ауданындағы тұрғындардың тығыздығы 1 шақырымға 139,1 мың адамды құрады. Хасима аралында көмір өндірісі апаттық жағдайға ұшырап, 1974 жылы Mitsubishi компаниясының көмір кендері толығымен жабылды. Барлық тұрғындар жаппай көшіп, елес қалаға айналды. Көптеген жылдар бойы аралды аралап көруге тыйым салынды. Жапон үкіметі аралды қарақшылардан қорғауға мақсатында өлі қаланың тұрмыстық заттарын, құнды заттарын ұрлауға тыйым салды. 2008 жылы Хасиманы ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне енуі ұсынылды. Бұл ұсыныс аралдың тарихи өткеніне қатысты дау-дамайдың талабы бойынша кейінге шегеріліп, Оңтүстік Корея билігі соғыста зардап шеккен кәріс азаматтарын қорғаумен қарсылықтарын танытып, Жапония үкіметінен және Mitsubishi компаниясынан аман қалған кәрістерге өтемақы төлеуін талап етті. Алайда 2015 жылы ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар комитетінің 39-шы сессиясында Хасима аралы дүниежүзілік мұралар тізіміне кірді. Қазіргі уақытта аралға баруға рұқсат етілді. Туристерге аралда болу үшін арнайы қауіпсіздікпен жабдықталған аралдың бөлігі ғана ашық. Сондай-ақ аралды ашық аспан астындағы мұражай түріне айналдыру жоспарлануда. Бірақ қазір аралдағы барлық ғимараттар бүлінген. Бұл жоспарлар үлкен қаржылық инвестицияларды қажет етеді. 007 Skyfall координаттары фильмі Хасима аралында түсірілген. Фильмде арал антагонист қылмыскер Рауль Сильваның резиденциясы рөлін атқарады. Сіздермен болған пайдалы ақпарат арнасы арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпайық достар.